Бүгін балаларды лолипоп ойын алаңына алып келдім. Ішін бірге аралайық. Жұмыс күні келгендіктен бір балаға 4500 теңге төледім. Үлкендерге кіру бағасы 500 теңге. Аяғымызға осындай носки беріледі. Менімен келген балаларға осылай кигіздік. Бүгін туған ағамның кіші қызының туған күні, соны тойлауға келдік. Аяқ киімдер мен заттарды гардеробқа өткізіп, кіретін кезде балаларға печать ұрады. Фудкортқа шығып, тамақтанып, қайттан кіруге болады. Лолипоп паркі тек қана 10 жасқа дейінгі балаларға арналған. Ішін сіздерге де көрсетейін. Қауіпсіздік белдемшелерін киіп, балалар скалолазание зонасына шықты. Қиындығына байланысты 3 этаптан тұрады. 3 жастағы Тамерес қызыма да қызық болып, осылай ортасына дейін шығып, қайтадан түсті. Үлкен емес, қауіпсіз горкалардың бірнеше түрлері бар. Осындай шарик зонасына бірақ түсесің. Ары қарай батут зонасына келдік. Бұл жерде аяқпен секіріп, ойын ойнайсың. 2 сағат ойыннан кейін балалардың қарны ашты. Барлығымыз фудкортқа жол тарттық. Жеңгем бірнеше пицца түрін, наггетсы және крылышки тапсырыс берді. Кішкентайларды тамақтандырып болғасын, үлкен әпкем алған сыйлығын табыстады. Міне осындай кроссовки. Өлшемі сәл үлкенде болып қалды, как раз күн жылығанда киеді. Менің сыйлығым осындай ролики. Тізеге киетін наколенники, шынтаққа киетін және нарукавниктары бар. Осындай басқа киетін шлеммен бірге. Менің сыйлығыма баға беріңіздер. Балалар қайтып келіп ойынын жалғастырды. Виртуальная реальность качелесінен кейін әртүрлі профессия таңдауға болатын жерге кірді. Бұл жерде пожарный, полиция, дворник, даже доктор болуға болады. Балалар профессия таңдап осылай жұмыс істей бастады. 5 жасқа толып жатқан Эминса Айым қызымызға қыздардың ас үй зонасы ұнады. Ал біз 2-ші қабаттағы видео зонаға келдік. Бұл жерде қыздар әртүрлі көйлек таңдап кисе болады. Осылайша көйлекпен 1 сағатымыз өтті. Конструктор зонасында да біраз ойнап келдік. Іші шағын көрінгенімен 4-5 сағат алаңсыз ойнадық. Маған ұнағаны, ішінде бала саны көп емес, миым демалып қалды. Таңғы 10-нан кешкі 10-ға дейін жұмыс жасайды. Москва сауда үйінде орналасқан парк.